Саламатсыздар ма? Мен Орал Сервис технологиялық колледжінің педагог-психологы Светлана Бектемисова. Мен бүгін сіздерге қысқаша қорқыныш туралы айтқым келеді, яғни фобия. Әр адамның бойында өзінің денесін бейнелейтін қорқыныш сезімі болады. Қорқыныш сезімі түрлері көп. Мысалға, біреу адамдар оттан қорқады, судан қорқады, биіктіктен қорқады, көпшілік алдында шығуға қорқады. Жалпы қорқыныш жүре тұра пайда болатын құбылыс екен. Мысалға, кейбір адамдар болады, лифттің ішіне кіруге қорқады, яғни қараңғылықтан қорқады. Ондай адамдарды біз өз-өзіне сенімсіздік, жалғыз қаламау деген сияқты қорқынышты айтамыз. Жалпы адамның өмірінде 4 қорқыныш болады екен. Ол өлім, ауыртпалық, ауру және уайым қайғы. Тек қана біз осы 4 қорқынышты жеңе алмайды екенбіз. Қалған қорқыныштардың барлығын біз жеңе аламыз. Өйткені адам өзінің ерік күші, жігері арқылы, өзіне деген сенімділігі арқылы, өзінің сабырлық арқылы, бойындағы ақыл ойы арқылы кез келген қорқынышты жеңуге болады екен. Сондықтан не нәрсе болса да адамның өз қолында. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.